Жанұлы, Ақтөбе облысына қош келдіңіз. Енді манадан бері бюджеттен шашу шығаратын біраз әңгіме болды. Енді бюджетке қалай ақша түсіреміз деген сияқты бізде ұсыныстар, сауалдар бар. Мен есім Кулбас Юрикова, манадан бері сөзіміз алып өтіп, кезектерімізді бөліскен жаймен үйренді осыны кейін сөзіңізді. Енді Марат Кәрімжанұлы, қазір елімізде шетелдік көліктерді заңдастыру акциясы жүріп жатыр. Соған белсенді топ болып құрылды. Сол белсенді топтың жетекшісінің өзіміздің 2,5 миллиондай электоратымыз бар. Оны республикалық деңгейде көтеріп, ішкі істер министрі Ахметжанов болса да, Арман Васильевна, вице-премьер бәрін көтеріп, осы легализацияның заңдастыру жұмыстары істеп келатыр осы күнге дейін. Ол заңдастыру еліміздегі осы автокөліктердің шетел нөмірмен кіріп, елімізде заңсыз жүруі, ол салдары болып тұрды. Енді қазір бүгінгі таңда сізге емес себебімен күресуді ұсынуым керек. Енді қазір ода біз ең басты себебі болғаны, ол автокөліктердің шетелдік нөмірлі автокөліктердің заңсыз елімізге кіруі, ол бірден-бір ең басты алғашқы тіркеу жарнасы деп, салық жарнасы, первичный налоговая регистрация. Екіншісі утиль сбор, үшіншісі кедендік тазартулардың қымбат болуының салдарынан сондай елімізге түсініксіз автокөліктер келді. 2022 жылы 30 тамыз күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында осы заңдастыру, көліктер заңдастыру туралы айтқан кезде мұндай нақты тапсырма берген болатын үкіметке. Осы автокөліктерді бәрін заңдастырып, бұндай автокөліктердің елімізге кірмеу үшін барлық шешімдер қабылдап, түбегейлі контрабанда қозының жолын жабу деп. Ол тапсырмасы орындалған жоқ. Енді қазір жаңа министерство, өзіңіз жас азаматсыз, жаңа Қазақстанға келдік, бұрын жалған Қазақстан кетті. Енді сізбен біз болып, осы барлық шешімдерді бірге қабылдауымыз керекпіз. Сіздің министерствоңызға тікелей қатысты транспорт болғасын, біз кешегіде өзі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2023 жылы 30 тамыз күні сөйлеген жолдауының ішінде айтылған болатын, логистиканы түзеу керек, логистиканы дамыту керек деп, логистиканы бірден-бір әкелетін жеңіл және грузовой автокөліктер, солардың бізге шетелден кіргізіп, ондай автокөліктерді әкеліп, Қазақстанның азаматтары қазір маған проблема болып жатқан, шұқыр Қазақстанның жолдарымен проблемасы жүру үшін бізге сапалы автокөлік керек. Сапалы автокөлік үшін бізге сіздің министерствоның профильдік ең керегі утиль сбордың бағасын түсіру. Өйткені кеше Санжар Бақаев мырзамен байланыстамыз, оның Қарағандыда, Қостанайдағы утиль сборы істейтін жерлердің бәрін түсіріп бердік. Біз Ақтөбедегі жасыл даму туралы біз де видеорепортажын істедік. Қазақстанда ешқандай утилизационный компаниялар жұмыс жасамайды. Жасыл даму жоқ. Біз ақшаны просто айналып өтіп жатыр. Ол бір деп алыңыз, екінші жаңағы алдында президенттің өзінің жолдауында 30 тамыз күні ағымдағы жылдың айтқан болатын салық кодексті жаңарту керек деп. Соның ішіне алғашқы тіркеу салық жарнасы керек. 30 декабрьде қабылданады. Ол сізбен біз болып, осы ішкі істер министрлігі себебімен күрескен болса, транспорт министерствосының салдарымен күресуге сізге ұсыныс тастап отыр. Біз өткенде сіз өзіңіз министерство индустриального и инфраструктурного развития болған кезде Оспанов Ильяс мырзамен кездесіп, мәжіліс қабырғасында сөйлестік. Садыр Ахметжанов, Сайлаубай Наурыз, Бақытжан Базарбек, Ринат Зайытов деген сияқты депутаттар болды мәжілістің. Бірге сол жерде қозғадық. Осы мәселені қозғап, енді мейірмен әкеліп жатқан кезімізде өкінішке орай ол министерство қазір тарап кетті. Бірақ та мейір сіздер осы легализация шаруасын жақсы білесіздер деген ойдамыз. Өйткені әкімшілік процессуалдық кодекстің 68 бабының бірінші тармағымен жазған хаттарымыздың бәрі ең соңында сіздерге барып тірелетін. Осы утиль сбор мәселесі сіздің министерствомен бірге отрабатывать етсек, бізден нақты ұсыныс бар. Сосын екінші мәселе айтқымыз келетін. Қазір елімізде грузовой автокөліктер бар, үлкен жүк автокөліктері. Олардың заңдастыру акциясына түспей қалуы, шетелдік нөмірмен қалып қалған автокөліктер бар, жүк көліктері. Оның ассоциация грузоперевоз Қазақстан деген бар, сол азаматтарды көтеріп жүр, сізге жетермей жүр көптен бері. Сосын үшінші мәселе, қазір елімізде бір тағы проблема болып тұрған жүк көліктеріне байланысты каботаж мәселесі. Шетелден азаматтар келеді, шетелдің автокөліктерімен елімізде алады транспортировканы Қазақстанның ішінде былай жүктердің бәрін тасиды, арзан бағаға. Біздің Қазақстанның азаматтарының жүк тасымалымен айналысатын азаматтардың былайша айтқанда наны жығып отқан жайы бар. Енді Марат мырза, сізге бір ұсынысты көпті жаздық, Ильяс мырза арқылы да жібердік. Сіз осы легализацияның болған салдарымен күресуге дайынбыз ба? Сізге тікелей хабарласып шығып, нақты ұсыныстарымыз бар, біздің закон проекттеріміз бәрі дайын. Сіз арқылы көтеріп, неше түрлі қолдап отқан мәжіліс және сенат депутаттары да бар қасымызда. Сонымен сізбен көтеруге мүмкіндік бар ма? Ары қарата салдарынан көрсек, жас мамансыз, бір жас құрдас деп, сізді 87 жылы кезде Википедияңыз бәрін оқып алдық. Енді жаңа Қазақстанда жас мамандар болып бірге көтеріп осы проблеманы шешейік деген ұсынысым осы сізге. Бірінші басқа министрлік көтеретін жатады. Осы министрлік өзім ойымда айтамын. Оны нақты айналысып жүрген екі министрлік, оны сіз жақсы білесіз. Экология министрлігі бірінші, екінші өнеркәсіп министрлігі. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі. Ильяс Есетұлы Оспанов сол министрлікке тиісті вице-министр болып табылады. Бірінші тіркелімге түсетін салық, сосын кедендік салық деген. Әріптестер, бәрін салықтан босатайық дей бересіздер. Босатпаймыз.
Жоқ, сіз айттыңыз ғой, кеден салықты кеден салықты бірінші тіркеу салығын алып тастау дедіңіз. Алып тастау деген жоқ, Марат мырза. Мен сізге айттым, салыққа ертең жаңарту енгізіп біздің ұсыныс бар деді нақты. Қазір былай ғой, біз Евразиялық экономикалық одаққа кіретін 5 елміз ғой. 5 елдің 4-інде Қырғызстан, Белоруссия, Армения, Ресейде 4-інде для личного пользования, для внутреннего рынка деген законопроекттер бар. Олар біздердің елдерінде автокөлікті грузовой немесе сельскохоз техниканы тіркеген кезде олар кедендік тазартуға жеке пайдалану болса 5-7% төлейді. Первичный налоговый регистрация ояқта 6 мың ба біздің теңгемен шаққанда 21 мың теңге. Сосын утиль сбордың бағасы для личного пользования 39 350 теңге. А бізде тек Қазақстанда міне осы Түркияда солай, Евразиялық экономикалық одақ еліне кіріп 5-ші жерде бізде Қазақстанда біз осы жақта кәдімгідей былай шыққанда әрі экономикалық құлдықта отыр. Өйткені таможня чистый 85% Ресейге түседі. Біздің Қазақстан 6-9 ғана пайыз тиісі, мысалы миллион теңге төлесе 720 мың Ресейге кетеді. Сосын первичный налоговый регистрация. Мен тоқтамай, Марат мырза, тыңдаңыз. Сіз дайын емессіз, сіз дайын боласыз. Өйткені Қазақстан Республикасының Конституциясының 3-ші бабында жазылғандай биліктің бастауы ол халық, а министр деген сөз бұны латын тіліне аударған жалшы деген сұрағына береді. Сіз министрсіз, жалшысыз, биліктің бастауы мен айтамын сізге дайынсыз, бірге жұмыс жасаймыз. Өйткені сіздің білем кім Марат Кәрімжанов нормально әңгімені бастады, иә? Бірақ та кәдімгідей уже эмоцияны пробивать етіп кеттіңіз. Өйткені біз сіздерге мирно болған кезде, утиль сбор, прямо сізге қатысты болған кезде, сіз былай да былай 65-ші баптың бірінші бабына сүйеніп әкімшілік процессуалдық кодекстің жан-жаққа лақтырдыңыз біздің письмаларымыз бәрі. Бүгін алдыңыз транспорт министрлігіне алмасып кеттіңіз, тағы да секіріп кетіп жатырсыз. Утиль сбордың мәселесі. Утиль сбордың мәселесі сіздің ойыңызда, және Роман Васильевич Сәрдің ойында. Істейсіздер, болмай ма бұның арқасына апармайды? Сіз маған не істемегенін айтпаңыз. Айтамын. Айтатыныңыз жақсы. Легализация ұйымдастыру 200 миллиард теңге ақша түсірді. Мен налогоплательщик, сіз жалғызсыз. Мен сізге не істеу керектігін айтамын. Налогоплательщикті биліктің бастауы мен. Бізде жақсы эмоция бердіңіз. Мен сізге сұрағыңызға жауап бердім. Онымен басқа министрлік айналысады дедім. Ол министрлік айналысады. Енді сіздің сұрағыңызға тоқталайын. Мен сізді бөлмедім сұрағанда, мен де сізді бөлмедім сұрайын. Біріншіден, каботаж бойынша сіздердің атап отырғаныңыз пересекті мәселесі ғой. Не? Сіз білесіз бе оны жалпы? Нені? Пересекті. Каботажды ма? Басқа шетелдің азаматтар келіп, біздің қазақ азаматтарын нан ұрлап жүрген ба, білеміз, сіз де біледі деп ойлаймын. Сөз біледі екеніңізді білдім. Бірақ нақты қаншалықты былтыр Европа мен Қазақстан арасында жүк тасымалдаған білесіз бе? Сіздер бүйтіп термин цифрларына қашпай қойып, нақты қазақтың азаматтарының, перевозчиктердің ақшасы қаяққа кетіп жатыр. Неге шетелдің азаматтары біздің елімізде тасымалды айналысады внутри Қазақстана? А неге біз Қазақстан азаматтар өзге елге барып внутри России или Беларуси айналыса алмайды? Неге двойной стандарттар андай? Айтып отырған эмоциямен айтып отырған. Эмоцияға емес, ол ақиқат, сіз қашпаңыз сіз. Сіз қашып жатқан жоқпын. Мен сізді тыңдадым ғой. Былай ғой. Ол менің мнением, дискуссия емес. Сіз өзіңіз айттыңыз, мен тыңдауыңыз керек. Сіз жалпы ел жұрт бәрі жиналып отырған соң эмоцияға беріліп үлкен пиар акцияға айналдырмасаңыз. Жоқ, сіз кім? Қалай сіз пиар акция нормально адам сияқты басында айтып тұр. Жауап бердім ғой. Сіз дайынсыз, жоқ, қабылданбайды. Басқа министрлік айналысады дедім. Шынында әр министрліктің өзінің функционалды міндеті бар. Бекітілген. Функционалды міндетіне сәйкес басқа министрлік айналысады. Сіздің енді пересеккеңізде мен сізге бірнеше заттарға тоқталып өтейін. Сіз маған айтпадыңыз, қанша жүк тасымалдаған. Мысалы, Европа мен Қазақстан арасында 1 миллион 400 мың тонна жүк тасымалдалды. Соның жаңа сіз айттыңыз, Ресеймен бәрі алып бара жатыр едіңіз. Қазақстанның үлесі 35%-дан 48%-ға өсті. Бұрында төмен болған. Беларусьтың үлесі 9%-дан 5%-ға төмендеді. Қайда авианың алып кетіп жатқан. Сосын сіз кездеспеңіз деп айттыңыз. Кім бар кездеспеген? Мен 3 рет жинадым. Бәрімен кездестік. 3 рет жинадым. Қоғамдық келді. Кездестік. Біз өзіміздің отандық тасымалдаушыларды қандай қорғаудың бірнеше шарасын қабылдадық. Бірнеше. Сіз тасымалдау